Қазақстан экономикасында қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі ауыл шаруашылығы. Үкімет азық-түлік импортын азайтып, ішкі сұранысты отандық өніммен жабуды көздейді. Ет, сүт өнімдерінің өндірісі, майлы және дәнді дақылдарды өңдеу, көкөніс пен жеміс-жидектерді өсіру әлеуеті мықты бағыттар болып саналады. Мәселен, Қазақстан бидай экспорты бойынша әлемде жетекші елдер қатарында. Отандық өнім үздік сапасының арқасында жаһандық нарықта сұранысқа ие. Қазақстан зығыр тұқымдарының экспорты бойынша әлемде 4-ші орында. Еліміздің табиғи бай ресурстары, ауыл шаруашылығы секторының әлеуеті мен мемлекеттік жеңілдіктер шетелдік капитал үшін үлкен қызығушылық тудырады. Мәселен, ауыл шаруашылығы кешенінің дамуына бағытталған бағдарлама аясында әлеуетті жобаларды жүзеге асыру үшін салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар, мемлекет нақтылай көмек көрсетеді. Мәселен, өсімдік шаруашылығындағы өндіріс құрылысы барысында шығындардың 25%-ын өтейді. Ал суару жүйелерін дамыту барысында субсидиялар көлемі 50%-ға дейін артуы мүмкін. Шексіз мүмкіндіктер елі Қазақстанға қош келдіңіз.